саламатсызбы құрметті көрермендерім. Бүгін етпен қосылған шампиньоны осындай тағам дайындаймыз. Етімізді пісіріп қуырып аламыз. Пияз бен чеснок турап етке қосамыз. Оны жақсылап қуырамыз. Пиязымыз жұмсақ болғанша дейін қуырып араластырып отырамыз. Басында мен видеомды жағуға ұмытып кеттім, кешіресіздер. Сондықтан етті турап, шампиньоны бәрін турап неткенін көрсете алмадым. Бірақ түсінікті ғой деймін, бәрі туралып дайын тұрып. Енді пиязымыз дайын болғанда туралған шампиньонымызды қосып қуырамыз бірге. Бәрін араластырып жақсылап қуырамыз. Шампиньонды қосқаннан кейін бір 5 минут жақсы орташа отқа қуырамыз, күйіп кетпейтіндей. Шампиньон дайын болған кезде үстінен тұз бұрышымызды саламыз. Енді гарнирға мен күріш алдым. Күрішті жуып жақсылап отқа қойып, 2 кесе суын қидым. 2 ас қасық сұйық май қидым да, және тұзын салдым. Өз дәмізге қартай. Жақсылап бір 2-3 минут қайнаттым қатты. Сөндірдім да бұқтыруға қойдым, орап бұқтырып қойдым. Одан кейін етіміз дайын болады. Етіміз қуырылып дайын болып алатқанда су құямын. Тұз бұрышын салып, суымды қиып, дәмін бәрін көргеннен кейін, суым жақсылап қайнағаннан кейін 2 үлкен ас қасық қаймақ салдым. Оны бір 5 минут қайнаттым. Не дейміз? Түскі кешкі аспа дайын болды. Ас дәмді болсын. Қазақша каналды қолдаңыздар. Подписка жасауға ұмытпаңыз.